Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ерекше қамырмен капустадан осындай пирожки дайындайтын боламыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ұнға тұз, сұйық май және суды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Оны жарты сағатқа тынғанша бетін жауып қалдыратын боламыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Сұйық майды қыздырып, үстіне пияз және сәбізді салып, 2 ас қасық томат пастасын салып, қуырып алатын боламыз. Қуырылып болғаннан кейін үстіне қант және дәмдеуіштерді салатын боламыз. Мен тұз, қара бұрыш және қызыл бұрыштан қостым. Туралған капусталарды салып, үстіне кішкене мөлшерде су қосып, капуста жұмсарғанша бетін жауып қоямыз. Толық ингредиенттерді описаниеге жазып кететін боламын. Оған дейін қамырын бөліктерге бөліп аламыз. Мен теңде 14 бөлікке бөлдім. Қамырлар теңдей болу үшін весыйды пайдаландым. Көз мөлшермен бөлсеңіздер де болады. Одан кейін қамырларды осылай дөңгелекше жасап, 10 минутқа бетін салафанмен жауып қоятын боламыз. Одан кейін оқтаумен жаямыз, барынша жұқа етіп, қолмен осылай жайсаңыздар да болады. Қамырды жұқа етіп жайсаңыздар да ол столға жабыспайды. Үстіне начинкасын саламыз, барынша молырақ етіп. Және трубочка тәрізді айналдырып жабатын боламыз. Барлық пирожкилерді дайындап болғаннан кейін жұмыртқаның сарысына сүт қосып, осылай беттеріне жағып шығатын боламыз. Және бетіне кунжут немесе мак сепсеңіздер әдемі болып шығады. 210 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20-25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Балаларыңызға да, үлкен адамдарға да өте қатты ұнайды. Қамыры өте ерекше, үгілмелі болып шығады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.